Так, ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен қазір бүгін біздерде распаковка, необычный распаковка дейді. Мынау карта для видеозахвата деген зат. Бұл зат маған PlayStation'ды көріп тұрады. PlayStation'ды полностью видео түсіруге қолдануға керек зат та. PlayStation арқылы просто так компьютерге видео түсіре алмаймын, сол үшін керек зат. Осыны алдым, кішкене неге келді міне. Қазақша распаковка деп қойдым да. Ана бұрында орыстар өзінше күшті ашқысы келетін болғасын, өзі дәм естіп отыратын шығарсың. Оказывается, мынау шынымен на самом деле қиын андай қылып оратпайды екен да. Ультра герметично болып тұр, ары іші де скотч мынаны мысалы. Скотч, сыртына скотч орап тастаған. Ладно, пищевой пакетті қарайған солай қылып ораса, ол зат болып кетеді ғой. Қатты болып кетеді. Қандай қылып орап тастаған. Мама көрмейді қандай. Так. Мама көрсе басын көрмейді болады. Көміреген жүр. Бағанан қара. Ішіне тағы мынандай қылып орап тастаған ғой. Ох! Наконец, тоже көрінді ма? Так. Коробкасын өзіне істеуіміз. Мынау деген міне сіздерге көрсетейін бәрін. Бұл 100 000 теңге тұрады. Avermedia Life Game Extreme 3 дейді тұр. 2 бар, Extreme'нің өзі бар. Мынада 4К разрешениемен түсіруге болады. 30 FPS бірақ. 2К мен түсіре берем ғой, жайлап 2К түсіруге болады. Мынада 60 FPS мен сонымен жайлап түсіре берем. 4К, Multistream, Chroma Key, типа сондайлар осы мынағанда көбіне балдар шоу. Ладно, так. Әйел аштымен жаңа. Мұны ашқан соқтан жүрді. Так. Ау. Ашыншы? Мына тіпті упаковкасы әдемі екен тіпті мынаның бар ғой. Өзім шокпын. Бұйырса жаңа 2 ойын алдым, олар да жақын арада қандай ойындар екен ютубқа да шығады. Осыны сол үшін алдым, 2 ойын алдым, 2 рубрика болады. Міне, Avermedia. Боже. Ойлаңдар, жақында 100 000 тұрады. Разъемдар 2 HDMI, 1 USB Type-C или Type-C деймін, Type-C өші. Міне, осы біреу. Астын жинап отыр. Потом қазір все жүрмеш. Так, комплектация дальше. USB Type-C. Міне, USB Type-C. Компьютерге қосуға арналған. Сейчас разберемся. Так, комплектінде сосын болды, міне, осы өзі USB Type-C, HDMI проводы бар екен. Басқаларында, басқа 52 000-дікіні заты бар. Avermedia'сы 10 000, ол 1080 мен түсіреді, 60 FPS, 1080 түсіреді. Мынау 2К түсіреді, 4К да түсіре алады, бірақ там уже 30 FPS болып кетеді. Сол үшін еще мынаның комплектісінде, басқалардың комплектісінде болмайтын мынандай кабель бар да, USB кабель, HDMI кабель бар. Метрдей бар, примерно. Осы міне келген зат. Басқасы туплетчиктер, гайд, қалай нені қалай болса болады деген сияқты осындай тема ғой. Көрсетіп қойған. Әртүрлі бар. Все болды. Басқа ештеңе жоқ, міне. USB-дің HDMI-дің өзі канцелярский деймін ба?
Type-C и карта захвата. Жеңіл кірпе екен, вообще грамм шығар. Ладно. В общем, осы жақын арада осы зат арқылы жаңа контент түсіретін боламын. Жаңа ойындар шығады бұйырса. Соны көретін боласыздар. Ал осымен видео распаковка аяқталды. Шашып тез ашып тастаған шығармын мен сіздер үшін де. Осымен видео аяқталды. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаймыз. Достарымызға тарқатамыз. Осы каналда осындай ойындар шығады екен жақын арада деген сияқты қылып қазақша контентті дамытуға кішкене үлесімізді қосайық достар осылай. Все, сіздермен бірге болған мен Қадыр.